Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыс мезгіліне арнап ең оңай соус салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге видеодағы заттар қажет болады. Салаттың толық құрамы осы видеоның астында жазулы тұр. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қызанағымызды жуып, осындай ет тартқыштан өтетінде майда бөліктерге бөлеміз. Туралған қызанағымызды ет тартқыштың майда көзін салып өткіземіз. Қызанағымыз өткізіп болған соң, артынша сарымсағымызды да өткізіп аламыз. Ет тартқыштан өткен қызанағымызды орташа отқа қоямыз. Енді бізге қажетті ас көгімізді алып, осындай видеодағыдай турап шығамыз. Петрушка, яғни ақ желкен жапырағын да осылай тураймыз. Сельдерей жапырақтарын тураймыз. Салатқа қосатын көксөктеріміз дайын. Біздің массамыз қайнап шықты. Жай отқа қойып 15-20 минут қайнатамыз. Қайнап шыққан массамызға туралған көксөктерімізді қосамыз. Жақсылап араластырамыз, және де жай отқа тағы да 10 минутқа қоямыз. Қайнап шыққан салатымызға сарымсақ қосамыз, сұйық май қосамыз, және де 1 шай қасық қызыл бұрыш, 2 шай қасық қара бұрыш қосамыз. Дәміне қарай тұз және қант қосып, тағы да 5-7 минут қайнатамыз. 9% сірке қышқылын қосамыз. Сірке қышқылын қосқан соң 1-2 минут қайнатамыз. Дайын болған салатты банкаларға құйып шығамыз. Біздің соус салатымыз дайын болды. Қыс мезгілінде әсіресе екінші тағамдарға қосып жесек өте керемет болады.